Мағжан Жұмабаев дұрыс айтады. Мен жастарға сенемін. Жастар бұзылып бара жатқан жоқ. Мүмкін жастар туралы сіздің түсінігіңіз бұзылып бара жатқан шығар. Ал жастарды түсіне алмаған сенің түсінігің шикі шығар. Мен жастарға сенем. Жастар жасампаз. Егер жастар жасампаз болмаса, өмір сүрудің ешқандай қажеті жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін әдеттегідей Ено журнализм студиясында рухани кездесуде қауышып отырмыз. Эпизод жүргізушісі мен Дана Маратова. Бүгінгі тақырып та, студиядағы қонақ та баршаңызға таныс деп ойлаймыз. Абай тақырыбы, Абайдың мұрасы бізге бала кезімізден таныс, сонымен сусындап өстік. Ал бүгінгі студиямыздағы қонақ Абай мұрасын жүйелі түрде зерттеп, дербес зерттеу саласына айналдырған тұлға. Сонымен бүгін студиямызда қонақта ұстаз, профессор, философ, абайтанушы, Ұлттық ғылым академиясының академигі Ғарифолла Есім мырза. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет. Рахмет шақырғандарыңызға. Ғарифоллаға жақында жарық көрген Абай ғылым атты еңбегіңіз бірден оқырман қауым арасында үлкен қызығушылық туғызды. Абай мұрасын бұрыннан оқып жүрміз, ол туралы түрлі зерттеуде жарияланып жатыр. Бірақ Абайдың әрбір өлеңін емес, әрбір өлең жолын, әрбір сөзін тәпсірлеп түсіндірген туынды өте ерекше екен. Осы еңбегіңіздің басында бізге қажетті Абай ілімі емес, кейінгі кезде Абай ілімі туралы жиі айтыла бастады. Абай мұрасынан ілім іздеу жастарды теріс жолға бастау депсіз. Жастарды дұрыс жолға бастау үшін не істеуіміз керек? Абай мұрасын осы жолда қалай қолдана аламыз? Жастарды дұрыс жолға бастау үшін Абай туралы дұрыс сөз айту керек. Ол үшін Абайды оқу керек, түсіну керек. Абай не айтты? Абай айтты, ғылым дүниенің көркі деді. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деді. Ғылымды өте биік жоғары қойды. Ғылым деген бұл Құранда да бар, діни кітаптарда да бар. Алланың бір сипаты ғой. Ғылымсыз болмайды. Сондықтан жастар ғылым жолына түсіп, Абайдың ғылымын оқып жатса, оған біз қатты қуанамыз. Абайдың ғылымын оқығанда, Абайдың сөзді Абайдың өзінен бастау керек. Абай не деп айтты? Айтты ғой, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Сонда дүниеде ғылым, мал деген, енді байлық, қаражат деп өзі, о да ғылым, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Енді Абай айтады ғой, қолымды мезгілімнен кеш сермедім деп. Өйткені ғылыми жолға түсуге мүмкіндік Абайда толық болмай қалды ғой. Әкесі Құнанбай Абайды 13 жасында шақырып алды. 13 жасында Құнанбайдың Абайды елге шақырып алуы бір даналық еді, кемеңгерлік еді. Оны айтуымыз керек. Өйткені Абай сияқты өте дарынды, бүгінгі емес ертеңді ойлай білетін жастың өсіп келе жатқанын Құнанбай түсінді. Өзінен асатынын түсінді. Заманнан озық екенін түсінді Абайдың. Соны шақырып алды да, енді Абай сол кездегі Семейдегі орыстардың ыңғайына кетіп қалмаса екен. Өйткені Семейдегі оқудың бәрі орысша оқу. Орысша оқу болғанда ол міндетті түрде христиандық оқуды кіргізеді оған. Міндетті түрде христиандар келіп сабақ береді. Міндетті түрде шоқындыруға тырысады. Міндетті түрде жастарға ананы мынаны айтады, шошқан етін жеуге тырысады. Сондықтан сондай нәрселердің бәрін Құнанбай білді де, енді мынау зерделі, керемет келе жатқан өзінің ұрпағын сақтау керек болды. Сақтап, қазақтың ұлы, қазақтың данышпаны, қазақтың ғалымы ретінде сақтау үшін оны не істеу керек болды? Қазақи ортаға алып келу керек болды. Абай қазақи ортадан өсіп шыққан адам.
Қазақ орта болмаса абай өсіп шықпас еді. Абайды өсірген сол өзіміздің қазақтар, сол қазақтардың білім түсініктері, ұғымдары. Мынау біз жиі айтпаймыз. Орта ғасырдан бастап келе жатқан бір түсінік бар. Парсыша поэзия, Фердоусилер, кімдер, Низамилер дегендей. Арапша дін, фальсафа, арапша. Ал енді елді басқару, билікті басқару жүргізу бұл түркше. Сонда қазақтың ортасында зиялы қауым осы үш тілді білген, меңгерген және сөйлеген, сол үш тілдегі құндылықтарды бойларына сіңдіріп білген. Соны көрмейсіз бе? Абай 13 жасына шейін сіңдірді ғой. Сіз білесіз ғой енді, Физили, Шамси, Сайхали, Қожа Ахмет, Оқамси келетті. Аңғай мықты жеті шығысты адамдарын айтады ғой. Данышпан, енді осылардан мен үлгі аламын. Мен ұстаздарым осы дейді. Сонда 13 жаста Абай ғылым жолына түсіп, өзінің ғылым жолы болғанда кімдермен жолына түсу керек екенін анықтап алған. Құнанбайдың осы жолын қазіргі білім беру саласында қалай қолдана аламыз? Қазіргі заманға қалай бейімдей аламыз? Құнанбайды қазіргі білім беру саласында тура академик қылып ортаға отырғызып қойып тыңдау керек. Құнанбайдай педагог, Құнанбайдай данышпан, ұстаз жоқ заманында. Егер Құнанбай болмаса, Абайымыз қалай болып кетеді, бір Құдай біледі. Бірде Мұхтар Әуезов Абай жолында айтады. Енді Абай ғой енді. Сол оққаны бар, орысша оққаны бар. Соны өзі табиғатына зерек. Бұлай алдын орап сөйлей береді Құнанбайдың. Сонда Құнанбай айтады ғой. Абай дейді, сен ұстаз алдың көрдің, оқыдың. Сондағы сенің жеткен білімің әкеңді көпшіліктің алдында мүдіртумеді дейді. Сонда Абай айтады, ғафу етіңіз дейді. Өмір бойы өмірлік сабақ береді Абайға. Абай ешқашан одан кейін ондай сөзге бармайды. Алға бір кезінде болды Абай жолын талдағанда, ерте кезде кеңес кезінде. Абай мен Құнанбай қарсы болған екен, айтыскер болған екен бір-бірімен. Ол бос сөз. Ондай жоқ. Мен Абай жолын 3 рет, 4 рет оқыған адам, ондай жоқ. Сонда Абайдың ұстазы Құнанбай. Сол ұстазын мүлжітпей түсініп, дұрыс бағытқа алып оңып кетіп отырған аса дарынды шәкірт Абай. Сондықтан жастар қарау керек. Осы жерде бір мынадай сөз шығады. Әке деген сөз шығады. Әкесін құрмет тұтпаған адамнан әулие шықпайды. Әкесін сыйламаған адамнан жақсы адам шықпайды. Әкесін құрметтеген адамнан кісілікті адам шықпайды. Әке деген білім. Әке деген анау жатқан келе жатқан сабақтастық. Сол сабақтастықты әке баласына береді. Баланың бірінші ұстазы әкесі. Осы өте керек. Қазір бізде мынау педагогикада осы мәселе дұрыс айтылмайды. Отбасы институты. Дұрыс айтылмайды. Сонда Құнанбай әке ретінде өзінің қызметін мүлтіксіз орындаған адам. Құнанбай азамат ретінде елдің биі, ақсақалы, көшбасшысы ретінде бір мәселені қатты ойлады. Менмін, а менен кейін кім болады? Бұл елді ертең басқаратын кім болады? Елдің сөзін айтатын кім болады? Елден елге жеткізетін, заманды заманға жалғастыратын кім болады дегенді қатты ойлаған. Солда ойлағанда, ол баласы Абайға өте үлкен үміт артқан. Керемет үміт артқан. Демек, білім тәрбиеден, тәрбие отбасыдан басталады. Енді жалпы мен сізге айтайын. Тәрбие деген, өзі білім деген тәрбие. Біз неге екенін білмеймін,
білімді бір жаққа, тәрбиені бір жаққа бөліп алып қараймыз. Дұрыс емес. Тәрбиенің ішінде тұрады. Тәрбиенің мазмұны білім. Көрінісі тәрбие. Сонда тәрбиенің негізгі әкеле жатқан, анау жақтан үзбей әкеле жатқан Абу Насыр әл-Фарабиден мен Абайдың арасы 10 ғасыр. Сол 10 ғасырдан үзбей әкеле жатқан кімдер? Әкелер. Мен сізге бір сөз айтайын. Панама деген елде болдым. Бір іссапармен. Енді Панама деген ел, Майя деген өркениет цивилизация болды. Ноль дегенді білді. Ноль дегенді білген халық ол әділетті халық. Мына дүние нөлге тұратын түсінген халық ол өте мықты халық. Сондай мықты халық Майя халқы болып еді. Сол Майя халқына барғанда мен сұрастыра бастадым. Сіздер Майя өркениетін жасаған керемет адамдар болған. Болды ғой енді. Шайтан жасаған жоқ қой. Соларды білесіздер ме біреуін? Бір математикті ма, ойшылды ма, геометрияды ма, қандайды? Білмейді. Бір адамды білмейді. Жоқ. Ес жойылған. Жоқ. Ал енді сіз қараңыз. Қызылорда деген жер бар бізде. Атамекеніміз. Сонда Қорқыт деген болған. Сонда Қорқытта 10-шы ғасырда өмір сүрген, Майя өркениетті 10-шы ғасырда өмір сүрген. Майяның адамдары ұмытылған, ал Қорқытты кім десең, әрбір мектеп баласы айтады, қайда барсам Қорқыттың көрі деп сайрап тұр. Сонда мен айтам, осы 10 ғасыр бойы осы сөзді ұмытпай алып келген, айтқан, осы сөзді айтқан Қорқытта данышпан ба, жоқ осы сөзді ұмытпай бүгінгі күнге жеткізген қазақ халқы данышпан ба деп. Сонда мен айтам, қазақ халқы данышпан дейді. Халық данышпан. Ал енді осы данышпандықты жеткізудің амалдары қандай? Тәсілдері қалай? Сол данышпандықты жеткізудің амал тәсілдерін кеңес кезінде бытшын шығарды. Педагогика деген. Макаренко деді ма, Крупская деді ма, толып жатқан біреулерді. Ал олар нағыз тәрбиешілер емес еді. Олар мысалы Крупскаяның күйеуі Ленин, ол өзі фашист болған адам. Ол қайдағы тәрбие? Макаренко да сол жақта жүрген адам. Сондықтан біз педагогикамызды алатын жерден алмай, алмайтын жерден алып, оны жастарымызға айтып, үлгі қылып, қанша уақытымыз зая кетті. Зая кетті, көп уақыт зая кетті. Ал енді Құнанбай тұрғанда, Құнанбай да айтты ғой, ол феодал, ол патриархальный феодалдық қоғамы, ол сондай жауыз, қатал. Сондай сөз бола ма? Сондай сөз бола ма? Абайды дүниеге әкелу бір мәселе, бірақ оны абай қылып тәрбиелеу екі мәселе, ол тіпті ауыр. Сонда абайды қазақы ортадан, қазақтың асыл қасиеттерін бойына сіңдіріп тәрбиелеу деген ол әкесінің жұмысы. Жалпы қордаланып қалған мәселелер ойландырып жүр екен. Сіз жалпы ғалым ғана емес, кейбір кезеңдерде сенатор болдыңыз, мемлекеттік маңызды шешімдер қабылдауға атсалыстыңыз. Осы кезде қандай да бір мәселе көтеріп, осындай заң жобасын ұсынып, қандай да бір жүзеге асырған жобаларыңыз бар ма? Немесе қайта барсам осыны қолға алар едім деген бір әттеген ай деген түсіңіз? Енді қайта бармай қояйын, бірақ та мен сенаттың ішінде ішкі қамауда болдым. Еркін айта алмаймын. Айтам, өтпейді сөзім. Мына бір мысал айтайын. Мынау төл құжат бар. Мысалы сіз Дана, фамилияңыз жазады. Соны бізге бұлай әкелді. Дана фамилияңызды орысша жазуға болады. Соны мен айттым, неге орысша жазамыз? Біз қазақ еліндеміз ғой. Мен Гарифолла есім қазақша жазу керек. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Сонда бір үлкен подполковник, үлкен қызмет істейтін адам келіп маған айтады, Қареке дейді, ертең анау таможенный союз деген болады, сол кезде мына біздің аты жөнімізді түсінбейді ғой аналар дейді.
Сонда біреулер үшін біз аты жөнімізді солардың ыңғайына қарай жазуымыз керек. Бұл құлдық болатын. Бұл құлдық сана. Сол өкінішке орай сол құлдық сананы шыға алмай жүрміз. Сондықтан енді сол жерде отырған әріптестерім, мен енді олар ешқайсысына былай топырақ шаша алмаймын. Бірақ осы азаматтар, біздер бәріміз социалистік қоғамда өстік қой. Бәріміз құлдық қоғамда өстік қой. Бәріміз Маркс жақтап өстік қой. Ленинді айтып өстік қой. Күнсіздерге күн болған, жер жүзінде нұр болған, ақылдың кені данышпан дедік. Сөйтсек, ол данышпан емес, ол фашист екен. Ал, мен фашист деймін. 1919 жылы пролетария диктатурасын орнатты Ленин. Ол фашистік мемлекет. Сонда өсіп өндік. Содан кейін біз өсіп өніп жатқан кезде қазіргі жастарға айтарым, қазіргі жастар жақсы, еркін. Біздің кезімізде бізге лекция оқыған профессорлар өтірік айтты, академиктер өтірік айтты, мұғалімдер өтірік айтты, Известия, Правда деген газеттер өтірік жазды, Комсомольский правда дегендер өтірік жазды, бізде социалистік Қазақстан деген өтірік жазды. Мен сізге айтайын, сол кезде өмір сүрген біздің замандастарым бар ішінде, өзіміз жазушылар, ақындардың, енді реніш болмасын, ай бір 60-70% жалған сөйлеушілер болды. Олардың басты геройлары кім? Парторг, өтірік герой болған адамдар, өтірік орден таққандар болды ғой. Ал енді Жұмекен Нажыбеденовтің романдары бар. Оны оқысаңыз, тура кәдімгі шындық. Бірақ Жұмекен Нажыбеденов жазушы емес те, оны итеріп тастады. Неге итеріп тастады? Өйткені оның геройы, басты геройы парторг емес, коммунист емес, райком хатшысы емес. Баяғы парторг, райком хатшысы жақсы адамдар деп есептелді. А Жұмекен олар жақсы адам деп есептеген жоқ. А шын мәнінде олар жақсы адамдар болды ма? Жоқ. Қалай идеологияны жүргізіп отырып, Маркстік идеологияны жүргізіп отырып, қалай жақсы адам боласың? Сен жалған сөйлеуші адамсың. Өкінішке орай, сол жалған сөйлеуші адамдардың ізі, ұрпағы әлі арамызда. Біз әлі тазарған жоқпыз. Біздің суымыз әлі ағарған жоқ, лай әлі. Сондықтан жастарға сіз дұрыс айтасыз. Тазарту үшін Абайды айту керек. Абай туралы дұрыс сөзді айту керек. Абай туралы мен бұлай ойлаймын деген сөзді айту тоқтату керек. Абайдың өзінің өлеңін алу керек те, сол өлеңін алып айту керек. Жастар туралы жақсы айттыңыз. Қазір жастармен тығыз байланыстасыз, жиі бірге жұмыс істейсіз, дәріс алады сізден. Енді осы жастарға қатысты мынадай бір ойын элементін көрсетсек. Бізде жастарды мазалайтын сұрақтар өте көп. Оны сізге тікелей дәрісіңіз кезінде де қойып жүрген шығар. Абайдың мұрасынан жалпы адамзаттың әрбір сұрағына жауап табуға болады, тек оны түсініп тереңнен оқу керек депсіз. Енді біз қазір студенттерді мазалайтын психологиялық, экзистенциялық бір сұрақтарды қойсақ, және сол сұраққа Абайдың өлеңінен, қара сөзінен, мұрасынан жауап іздеп көрсек сізбен бірге. Жалпы жастарды ғана емес, адамзатты бұрыннан бері мазалайтын сұрақ, өмірдің мәні неде деген сұрақ. Бұған санасы жетілгеннен кейін, немесе жаңағы қажеттіліктерін толық өтегеннен кейін кез келген адам ойлана бастайды. Абайша айтсақ, өмірдің мәні неде? Абай өмірдің мәнін таба алды ма? Өмірдің мәні ең бірінші өмірді түсінуде. Өмір деген не? Өмірді бізге Алла Тағала аманат қылып берді. Сол Алланың аманатын орындай алып жүрміз бе? Мәселе. Өмір деген шексіз қазына. Бір өлең бар. Қарап тұрсам, дүние шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен. Мен айтым, қате сөз. Қате сөз. Дүние шолақ емес, адамдар бір-біріне қонақ емес. Шолақ дүние емес, жалған дүние, шолақ дүние деген тоқтату керек. Дүниенің әрбір сәті қымбат, әрбір сәті алтын, әрбір сәтін алмаз, күміс деп түсінсең, өмірді түсінесің. Әрбір сәтін.
Жоқ, алда өмір көп, әлі өмір сүре беремін десең ол болмайды. Абай айтады, есектің артын жусаң да, қолыңа жұлып қалмайды, малтап дейді. Енді бұдан артық қалай айтуға болады енді? Біз мынау капиталистік елдерде баяғыда байлардың қыздары қол посудомоечісі болатын. Өздері сол еңбек не екенін біліп, содан барып соған жетеді. Сондықтан еңбек, алға Энгельстердің айтқандары сөз, адамды адам еткен еңбек деген ол жай енді әншейін сөздер ғой оларға. Өзі еңбек деген адаммен бірге туады. Адам дүниеге еңбекпен келеді. Сол еңбектің қасиетін, қадірін білсең, арғай дұрыс болады. Адамда екі нәрсе бар. Біреу қабілет, біреу қасиет. Біз мынау мектепте біздің педагогика, ой, бұл қабілетті оқушы, способный ученик деген шығарады. Ол қасиетті ме? Қабілет бола береді. А қасиет қайда қалды? Қасиет жаңа. Бізде мына педагогиканың үлкен, ең үлкен осал тұсы адамның қасиетімен жұмыс істелмейді. Адамның қасиеті бар. Ол Алла Тағаланың берген нығметі. Әр адамда ондай қасиет бар. Сол қасиетті шығару керек. Сол қасиетті елдің қасиетіне айналдыру керек. Сол кезде керемет болады. Ана Абай айтады ғой, интернетте оқып жүр талай қазақ баласы. Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы дейді. Сода шариғатқа шаласы деп тұрғанда, шариғат деген не? Иман жоқ деп тұр. Өйткені интернетте орыстарда иманға оқытпайды. Иманы жоқ деп тұр. Имансыз жоқ. Иман болмаса кісілік жоқ. Кісілік жоқ болса адамшылық жоқ. Ага, Салтыков пен Толстой дейді, ол Салтыков Толстой емес, өзі кәдімгі өзіміздің қазақтың қазыналы түсінігіне оқытпайды. Оқыту басқа жаққа кетіп қалды ғой. Бізде мына орыс мектебі, қазақ мектебі, ұйғыр мектебі дегендер көйіп кетті. Мен бірнеше рет мәселе қойдым. Барлық президент алдында қойдым. Бізде бір ұлттық мектеп болу керек. Ұлттық мектеп. Қазақ, орыс, кім болсын, бәрі бастауда бір тілде оқу керек. Соны ары қарай көре бастайды. Қабілетке байланысты, қасиетке байланысты. Соны жасай алмай келе жатыр. Әлі жасай алмай келе жатырмыз. Айтамыз. Өткен құрылтайдың мүшесі болдым, осыны айттым. Министрді алдында қойдым. Қозғалмайды. Неден қорқатынын білмейді. Дәл осы ізденіс үстінде Арифоллаға жастар көбіне өзімді таппай жүрмін, өзіме не керегін таппай жүрмін, немесе өзімді жоғалтып алдым, жалпы өмірден өз орнын таппай жүрмін деген нәрсені көп айтады. Жалпы адамның өмірдегі белгілі бір орны бар ма, және оны тауып таппағанын адам қалай сезінеді? Оны Абай айтып кетті ғой. Өзіңде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан. Сол кетігін тап бермей отқан ұстаздар кінәлі. Дүниені кетігін ажыратпен өткен ата-аналар кінәлі. Үшіншіден, дүниенің кетігін іздемеген өзі кінәлі. Абайға дүниенің кетігін кім айтты? Кім айтты? Әкесі? Кім айтты? Әкесі айтты. Қазақи орта айтты, осыны өзі айтты. Өзі айтты да, енді осыны үлкен бір ұғымға айналдырды. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты бар қалан. Көрдіңіз? Сонда дүниеде үнемі кетік бар. Бірақ соны табуың керек. Табу үшін білім керек, ғылым керек. Ғылым керек. Дүниенің көркі ғылым. Ғылымсыз еш нәрсе болмайды. Абай өзінің алғашқы қара сөзінде де айтады ғой, немен айналыссам екен, дін бағайын ба, бала бағайын ба, ғылым бағайын ба деп. Соңында қандай тұжырымға келеді? Қазіргі адамдардың орта жас кризисі осы Абайдың өзінің ішіндегі сұрақтарға жауап іздеуіне ұқсай ма? Мен Абайдың қара сөздері туралы 55 хабар жүргіздім радиодан кезінде. Әлі тұр. Өкінішке орай, Абай сізді сұрақ беріп отырып, талқылай отырып, мәселенің ішіне кіргізіп отыр. Дегенде мәселенің ішіне кіргеннен кейін
Мынау су екенін білесің ғой, енді су болса ішу керек қой. Неге ішпейсің? Неге ішпейсің? Анықтап беріп отыр ғой. Былай болғанда не болады, былай болғанда не болады, былай болғанда не болады. Баланың қызығы не ол? Ол не? Анау не, мынау не? Тура жақсылап тұрып талдап беріп отыр ғой. Сол талдауға мына бізде былай ғой. Кеңес заманында еркін ойлау деген болмаған. Айтады, соны жаттап аласың. Жаттағанды жаттап бересің. Жаттағанды жаттап тұрып айтып берсең, сол білім деп есептедім. Ол білім емес. Сіздің санаңызға не түсті? Қандай ой түсті? Қандай салмақ түсті? Вот сол жағы білім. Сіз жаттаған емес, сол оқып шыққаннан үшін өзіңіз не алдыңыз? Не алуға болады? Міне сол білім. Мен енді өмір бойы лекция оқып жүрген адаммын ғой. Мен айтам, сіздер былай жасаңыздар, тыңдаушылар. Мен лекциямда үстінде сөйлесіп отыруға да болады, записка жазып отыруға да болады, ұйықтап алуға да болады. Жасай беріңіздер. Егер лекцияның ішінде, дәрістің ішінде бір қызық нәрсе болса, ұйықтап отырсаң да түсіңе кіреді. Былай тыңдайсың, тыңдап ойыңда қалады. Ойыңда арнай қалмаса да өзі қалады. Өзі солай. Өзі сізде ойлаңызшы, кейбір сөздер, біреулердің айтқан сөздері ойында қалып қояды. Бір айтқан сөз қалып қояды. Неге қалып қояды? Сол айтушының сөзі сізге сондай әсер етті. Сол қалып қояды. Ал көп бірдемелер айтылып жатыр, ұмытылып кетеді. Сонда Абай айтады ғой. Сөз түзелді, тыңдаушым сен де сөйле. Сөз түзелді, тыңдаушым. Сөздің түзелуі бізде де болған жоқ. Сөзді түзелу үшін мынау педагогика, тәрбие деген мәселені қайта қарау керек. Білдім. Енді білім алушылардың көзімен қарасақ, бұрын диплом үшін оқимын деген түсінік болған, бірақ қазіргі жаңа замандағы жастарға бұл нәрседе мотивация емес. Жалпы Абайдың зерттеуі бойынша адам не үшін оқу керек, білімнің маңызы қандай? Анау бір бұған жеңіл айта салуға болады. Абай өзіңді өзің меңгеру үшін білуің керек. Абай айтады ғой, шіркін әркім жұмасына беріледі, жетісіне беріледі. Осы естедім, қалай алдым деп есеп беріп отырса, қандай жақсы көреді. А кім есеп береді? Кім есеп береді? Ешкім де есеп бермейді, уақыт жоқ. Уақыт жоқ деген бір сондай бір вирус бар. Менің уақытым жоқ. Содан кейін, анау кеңес кезінде бір жақсы нәрсе болушы да, досуг деген. Адамның бос уақыты болу керек, ойланатын. Қазір ондай дегенді алып тастады, досуг жоқ. Содан мына қалта телефоны, бұл досуг емес, бұл адамды бұзу. Сондықтан әлгі адам өзін өзі меңгеру үшін бір сыни көзқарас керек. Ага, сыни көзқарассыз болмайды. Біз мынау айтты, я солай, мынау айтты, я солай. Болмайды олай. Олай өмір сүрдік, ол қате екенін түсіндік, қате екенін білдік, бірақ әлі де сол қателікпен келе жатырмыз. Сын дегеннен туады. Абайда заманында өзі өмір сүрген қоғамды қатты сынады ғой. Қазір бізде жастар оқымайды, жастар бұзылып бара жатыр, жалпы қоғам бұзылып бара жатыр деген пікір бар. Енді осы қоғам түзелу үшін не істеу керек? Абай айтады, закон қуаты керек, немесе заң керек деп. Бірінші сөзіңізге жағына келіспеймін. Абайда жастарға жаппас жала жоқ дейді. Жастар бұзылып бара жатқан жоқ. Мүмкін жастар туралы сіздің түсінігіңіз бұзылып бара жатқан шығар. Ал жастарды түсіне алмаған сенің түсінігің шикі шығар. Сен өзің бұрынғы қате сүрген өміріңе жастарды алып келгің келетін шығар. Ол болмайды. Абайда жастарға жаппас жала жоқ. Жастар, Мағжан Жұмабаев дұрыс айтады. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Жастар жасампаз,
Егер жастар жасампаз болмаса, өмір сүрудің ешқандай қажеті жоқ. Мына билік те, байлық та бәрін жастар жасаған. Мен сізге айтайын, 1453 жылы Константинопольді Мехмет Сұлтан алады. Сонда Мехмет Сұлтан 20 жаста. Сонда генералдар айтады, болмайды, алмаймыз, босқа шығын боламыз дейді. Мехмет Сұлтан 20 жасында Константинопольді сынып алып, бүкіл әлемге өзгеріс жасап кетті. Бүкіл әлем өзгеріске түсті. 20 жастағы мұсылман Мехмет. Көрдіңіз бе? Сондықтан жастар, анау, жастар мынау деген, ол ең бірінші сен өз түсінігіңді жастар туралы дұрыстап ал. Сол кезде дұрыс болады. Жоқ, мына жастар олай. Демек қазіргі жастарға көңіліңіз толады ғой, қазіргі қазақ жастарына. Толады. Мен енді мынау студенттермен, магистранттармен, докторлармен толады. Толғанда қандай? Толғанда мен сізге айтайын, біз солардың деңгейінен мына мұғалімдер қалықпай отырмыз. Мойындау керек бұны. Олардың деңгейі бізден асты. Ол қай мәселеден асты? Онда ойлану керек. Өйткені жастар болғасын, ол міндетті түрде ол сенен асады. Ол аспаса жас емессің. Көрдіңіз бе? Сондықтан жастар туралы байқап сөйлеу керек. Бір кісілер колхоздың председателі болды ма, что? Колхоздың председателі деген отрицательный жұмыс. Райком бірінші хатшысы болдың, ол отрицательный жұмыс. Тағы бір жерде соң үлкен бастық болдың, ол қазақша айтайық, отрицательный орысша айтайық. Ол не жұмыс? Пайдалы жұмыс болған жоқ ол. Ешқайсысы. Енді сол жағынан келіп біз өлең айтамыз дейміз. Бірде ардагерлер айтып тұр екен, біз мына мектепке, ана мектепке, мына мектепке барамыз деп. Мен айттым, ардагерлерді мектепке жібермеңдер. Ардагерлерді мектепке жібермеңдер. Жібергенде олар не айтады? Ардагер не айтады? Өзінің қаты сүрген өмірінің тәжірибесі айта ма? Біздер, ардагерлер, біз қате өмір сүрдік. Соны айтамыз ба? Ардагерлер мектепте жіберіп, бұл тәрбие жұмыс, ол тәрбие жұмыс емес. Ол тәрбиеге қарсы жұмыс. Тұтыңыз ба? Одан да Абайдың өлеңін алда отырып, оқы, талдақла. Содан не шығады? Соны ойла. Өйткені Абай сияқты адамдар, ол мәңгілік адамдар. Алла тағала қазаққа бір бақыт берді, ол бақыт Абай. Сол бақытымыз баянды болсын. Рахмет аға, осы сұрақтарға берген жауабыңызға қарап, Абайдың мұрасы, Абайдың пәлсапасы ешқашан өлмейтінін, әлі де болса өзекті екенін, жастарға сенетінін түсіндік. Енді сұхбат соңындағы соңғы сұрағымыз болса, сіздің өмір жолыңызға, еңбек жолыңызға назар аударсақ, сан қырлы. Педагогикалық институтты бітірген филологсыз, кейін экономика, философияда аспирантура оқыдыңыз, абайтанушысыз, ғалымсыз, жаңа сенатор болды деп айттық. Тіпті көркем сурет графика бөлімінде декан болғансыз. 2 рет. Иә, енді бір ғұмырға осының бәрін сыйғызу және осының бәрін жан-жақты алып жүру, меңгеру мүмкін емес болып көрінеді қазір қарағанда. Сіздің қолыңыздан келді, қалай, сыры неде? Мен оны ойлағам жоқпын. Қолымнан не келеді, не келмейді деп. Мен өмір сүрдім. Адамдардың ортасында өмір сүрдім. Адамдардың қай ортасы қызық, қай ортасы жасампаздығы бар, сол жерде өмір сүрдім. Бірақ ол жерде өмір сүргеннің қиыншылығы болады. Тартыс болады, айтыс болады, ана болады, ана болады. Онсыз өмір жоқ. Ол болады, оны Абайда айтқан. Елде бүлік болады. Ол болады. Бірақ оны Аллада өмірде кедергі болмаса, сіз қалай? Тек бұлай жүре бересіз бе? Өмірде кедергі болады. Кедергі болғанда, кейде кедергіні қарап отырсақ, кедергінің ең басты адамның өзі. Адам өзіне өзі кедергі жасайды. Өзі көбінесе қарасам, адам өзіне өзі кедергі жасайды. Кедергі жасалмайтын жерден жасайды кедергіні. Сондықтан адам өзіне сақ болу керек. Өзің сақта. Шайтандықтан сақ болу керек. Деп ойлаймын.
Гарифоллага көп рахмет бүгүнкү сүбөлүү сухбатыңыз, адеме әңгимеңиз үчүн, убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Жакшы күндөрдө жолугайык. Ал енді осыны жастарға жете ме? Жастарга жетеді, биздин аудиториябыз міндетті түрде Эну журнализм подкасттан көрө аласыздар. Бүгүн бизде конакта болгон жасампаз гомурдун ээси Гарифолла эсим. Бүгүнкү подкастыбыздын соңун Мағжан сенген жастар, Абай сенген жастар, Гарифолла сенген жастар, бизде сиздерге сенемиз деп аяктагыбыз келеді. Эну журнализм подкастында келесі эпизодда кездескенче аман сау болуңуздар. Жастар керемет ми сізге дейін? Міне отыр. Жастар керемет. Керемет. Соны түсіну керек. Керемет екен.